Мұғалім болу әлемдегі ең сыйлы, ең құрметті мамандық қана емес, ең қауіптісі екенін білесіз бе? Иә, күндегі буллингтен бөлек, жалпы одан да қорқынышты нәрселер бар екенін дәлелдейтін мен сіздерге бір фильмді ұсынамын. Америкалық жас мұғалім жергілікті мектепке орналасады. Бұл мектептің орналасқан жері сонау гангстерлардың өмір сүретін ауданында. Бұл жерде Азияның өкілдері, қара нәсілділер, ақ нәсілділер, тіптен расистердің барлығы сол жерде оқып, әртүрлі банда өкілдерінің балалары бір мектепте, бір класста оқиды. Ең қиын класты дәл сол жас мұғалімге береді. Жас мұғалім олармен басында жұмыс істеу қиын болады деп ойлайды, бірақ та олардың өмірлері одан да қиын екенін түсінгеннен кейін, жалпы әртүрлі тап өкілдерін бір жерде шоғырландырып, оларды қалай да біріктіруге тырысады. Бірақ оларды байланыстыру өте қиынға соғады. Өйткені әр банданың өздерінің үлкен ағалары, яғни старшақтары олардың бір-бірімен байланысына кедергі келтіреді. Сондықтан да дала заңы, көше заңынан олар аттап кете алмайды. Небәрі 14-15-тегі балалар тіптен кісі өліміне дейін де апарған сәттер болады. Бірақ балаларға бұл нәрсе ұнамайтынын түсінген сол мұғалім олармен ерекше жұмыстанып, олардың психологиясын меңгеріп, тіптен өзінің жолдасы үйден кетіп қалып, отбасындағы мәселеге қарамастан өзінің ұстаздық жолын бірінші орынға қойып, дәл сол әртүрлі ұлт өкілдерін бір-бірімен татуластырады. Түрлі ойындар болады, түрлі тренинг болады, қызықты сәттер болады. Жалпы балалардың барлығы одан басында алшақ ұстағанмен кейін ашыла бастайды. Иә. Бұл фильмнің аты Freedom Writers, яғни бостандық жазушылары. Дәл осы фильмді көруге мен сіздерге кеңес беремін. Бұл әлемдегі ең мықты фильмдердің бірі мен үшін. Ендеше арнаға жазыл, дәл осындай қызықты фильмдерді сіздерге тағы да ұсынатын боламын.